Барша мұсылманға ораза ұстау парыз болған қасиетті Рамазан айының ішінде 1000 айдан да қайырлы қадір түні бар. Биыл ол сәуірдің 17-нен 18-не қараған түнге сәйкес келді. Осы түнде Алла тағала қасиетті Құран кәрімді түсірген. Қадір сөзі үкім түні мағынасын береді. Бұл Раббымыздың пендесіне ризық несібесін үлестіретін, адамдардың тағдыры жазылатын түн. Басқа күні жер бетіне періште бүкіл жер әлемін қаптап түспейді, бірақ қадір түні күні түседі. Өйткені ол түні Алланың рұқсат берілетін түні. Кімдерге? Періштелерге. Періштелер не үшін түседі? Адамзат баласының жақтаушысы періште сол түні кім дұға жасап отыр екен? Кім Алладан қандай дұға жасап отыр? Қандай сұрары бар? Періштелер оған куә болып түседі. Иншалла. Сондықтан бүгінгі түн періштелер қаптайтын түн. Бүгінгі түнді біз уысымыздан шығармауымыз керек. Бүгінгі түнді біз барлық жан тәнімізбен Раббымызға арнауымыз керек. Қадір түнін қалай өткізген дұрыс? Ислам ғұламалары бұл түнде Алла ризашылығы үшін көп құлшылық жасаған абзал дейді. Жақсылыққа жақын, жанжалдан алыс болған дұрыс. Ғибадат жасаған пендеге 83 жылдық құлшылықтың сауабымен пара-пар сауап жазылады. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху хадисінде: "Мән қама лейлатал қадри иманан ва ихтисабан, ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи." Кімде-кім бұл түнді соның түннің сауабына сеніп оя өткізсе, соның түннің сауабы Раббымнан беріледі деп шынайы иманмен өткізсе, оның өткен күніндегі күллі күнә кем қателіктері кешіріледі деген. Еліне, отанына, халқына, ағайын тумасына дұға жасайтын түн. Сондықтан иншалла біз бұл түнді құлшылықпен, дұғамен, қосымша тәсбихат зікір сөздермен осылайша өткізуіміз керек. Бүгін барлық мешіттерде Құран хатым дұғасы жасалып, уағыз насихат өткізіледі. Айта кетсек, 23 наурызда басталған қасиетті Рамазан айы 20 сәуірде аяқталады. 21 сәуір қасиетті ораза айт мерекесі.